Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Новоселовка орта мектебінің қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні мұғалімі Садыкова Гүлжазира Маратқызы. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның қорықтары, табиғат байлықтары. Балалар, бүгінгі сабағымызда нөмірі 1 бөлім бойынша жиынтық бағалау болады. Сабағымыздың оқу мақсаты мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып жинақы мәтін жазу. Бағалау критерийі мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аударады, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды. Сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Елімізден қорықтар туралы не білесің? Өзің тұратын аймақта қорық бар ма? Ол қалай аталады? Табиғат байлықтарын атап айт. Енді балалар, Марқакөл мәтінін мұқият тыңдаймыз. Марқакөл қорығы. Марқакөл қорығы Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл ауданында орналасқан. Ол 1976 жылы ұйымдастырылған еліміздегі 6-шы қорық. Қорықтың жалпы ауданы 75.000 гектар. Оның 3,8 гектарын майқарағай, балқарағай, шырша, қайың мен көктерек өскен орман алқабы алып жатыр. Қорықтың мақсаты терісі бағалы хайуанаттарды, құстарды және балық уылдырық шашатын өзен арналары мен ормандарды табиғи қалпында сақтау. Мұнда мүк, қына, алтай, тырбық қайыңы өседі. Қорықта алуан түрлі жан-жануарлар тіршілік етеді. Көлде қаяз, хариус, теңге балық және тағы басқалары бар. Орман аң мен құсқа өте бай. Қорықта балықтың 4, сүтқоректілердің 59, құстардың 250-ден аса түрі, қосмекенділердің 3, бауыры мен жорғалаушылардың 4 түрі мекендейді. Орман ішінде меңіреу, құр, көл бетінде аққу кездеседі. Енді балалар, бірінші тапсырмамызға көшейік. Тыңдалған мәтін негізінде жетекші сұрақтар құрастырамыз және сол арқылы негізгі ойды анықтаймыз. 3 жетекші сұрақ құрастырамыз. Дескриптор жетекші сұрақтар құрастырады, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды. Екінші тапсырма. Тыңдалым мәтініндегі сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екенін дәлелдеп айтамыз. Мәтіндегі ақпарат Марқакөл мемлекеттік қорығы еліміздегі 5-ші қорық. Марқакөл қорығы Батыс Қазақстанда орналасқан. Қорықтың мақсаты сирек кездесетін жануарларды сақтау. Осы 3 мәтінде алынған 3 ақпарат бойынша дұрыс немесе бұрыс екенін айтамыз. Дескриптор
сөйлемдердің дұрыс екенін дәлелдейді, сөйлемдердің бұрыс екенін дәлелдейді. Енді балалар, бөлім бойынша жиынтық бағалауға көшеміз. Бірінші тапсырма: Айша бибі кесенесі туралы мәтін берілген. Осы мәтінді мұқият оқып шығып танысамыз. Және осы мәтін бойынша 2-3 сұрақ құрастырып, мәтіннен бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздердің астын сызамыз. Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың екінші тапсырмасы: Айша бибі кесенесі мәтіні бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазыңыз. Екі тапсырманың бағалау критерийі 7 балл. Бірінші тапсырмада мәтін бойынша сұрақтар құрастырады, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздердің астын сызады. Дескриптор мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырады, 1 балл. Бірге жазылатын сөздерді табады, 1 балл. Бөлек жазылатын сөздерді табады, 1 балл. Дефис арқылы жазылатын сөздерді табады, 1 балл. Екінші тапсырма бойынша материалдар негізінде жинақы мәтін жазамыз. Ақпараттарды іріктейді, 1 балл. Жинақы мәтін жазады, 2 балл. Сабақ барысы бойынша берілген тапсырмаларды дәптерге орындайсыздар. Орындағаннан кейін маған WhatsApp немесе электронды почтама жібересіздер. Сұрақтарыңыз болып жатса, осы желілер арқылы қоюларыңызға болады. Осымен бүгінгі сабақымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.